Сәлематсыздар ма, гүлсүйер қауым? Мынау көптен видео салмай, қазір құс туралы да салып жатырмын, гүлдерімді де. Енді бір мезгіл мына қарап, помидор егіп едім сентябрьде 85 күнде шығады деген. Енді сол кезде есебім бойынша декабрьдің аяғында пісу керек болды. Мынау енді помидор жинайық, шелектерің дайындаңдар дегендей болды ғой. Помидорлар қызарып жатыр. Терезенің алдында, оя иісі деген, мына жерде сосын тағы біреуі бар. Мына жерде біреуі тұр. Сосын тағы көк помидорлар бар, гүлдері бар. Так, сосын мынау екінші шелектегі, горшоктегі мынау қызарып жатыр. Так, мынау қызарып жатыр. Міне мынандай болып помидорлар беріп жатыр. Мынандай горшокке отырғызып қойып едім. Мынандай. Міне помидор қызарып жатыр. Суын құйып, сосын бочка деген удобрением бар, сол удобрениені бердім ғой енді. Басқа ештеңе берген жоқпын, тек су. Подоконникте помидор пісіп тұр енді. Күшті қып-қызыл болып. Мына жерде біреуі бар, көрініп тұр ма? Помидор егіңіздер. Новогодта черри ғой, черри, цезарь. Салаттың бетіне саламыз ғой. Сау саламатта болыңыздар. Кеттік, помидор жинайық, шелекті әзірлейік.